Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін жұмсақ булочка әзірлейтін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыз. Алдымен қамырымызды әзірлейміз. Ол үшін бізге қажетті ұн, қант, дрож қосып, май мен жұмыртқамызды қосамыз және де жылы сүтке жұмсақ қамыр илейміз. Илеген қамырымызды 1 сағатқа тынықтырып, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Бір сағат өтті, менде қамырымызды осылай кішкене бөліктерге бөлетін боламыз. Бөлінген қамырларымыздан қалағанымызша форма жасап келтіреміз. Булочкамыздың бетіне қытырлақ дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 ас қасық қантқа 2 ас қасық ұн және 1 ас қасық май қосып үгітетін боламыз. Булочканың бетіне сондай-ақ мен 1 жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып, осылай щеткамен жағып шығамын. Дайын булочкаларға қытырлақ қоспаны қосып, алдын ала қыздырылған пеште 180-190 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Мен әзірлеген булочкалар осымен дайын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр. Көп рахмет.